Сөз депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына беріледі. Рахмет. Ақжол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің бірінші орынбасары Склярға арналады. Ақжол партиясына еліміздің автокөлік тасымалдаушыларынан осы саладағы отандық нарықты қорғау қажеттілік жөнінде үндеу хаттары келіп түсуде. Өзіңізге мәлім, батыс елдерінің ресейлік және белорусиялық автокөлік тасымалдаушыларына енгізілген шектеу шараларынан кейін оны айналып кетуге тырысып, олар өз кәсіпорындары мен көліктерін Қазақстанда тіркеп, қазақстандық кәсіпкерлер ретінде Қазақстан квотасы бойынша Еуропа-Қытай аралығында жұмыс атқара бастады. Нәтижесінде халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын фуралар саны шамамен 2-3 есеге асып 16 мыңға дейін өсті. Ал қазақстандық болып кеткен ресейлік және белорусиялық компаниялар нарықтың 70%-ын басып алды. Айта кету керек, мысалы Қазақстанның автомобиль тасымалдаушылары мен экспедиторлары одағының мәлімдемелеріне сүйенсек, батыс елдерде ашылғаннан алғашқы 3 жыл ішінде жаңа компанияның халықаралық тасымалдарда жұмыс істеу құқығы жоқ. Қазақстанда мұндай жүйе болған жоқ. Сондықтан ресейлік және белорусиялық компаниялар ешбір кедергісіз қазақстандық кәсіпорын ретінде жұмыс істеу салдарынан 5 мыңға жуық қазақстандық жүк көлігі тоқтап, ол Қазақстан азаматтарын жұмыссыз қалдырды. Бұл мәселе бойынша Ақжол фракциясы осыдан 1 жыл бұрын индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне депутаттық сауал жолдаған болатын. Халықаралық санкциялардың қолдану кезінде еліміздің ұлттық экономикалық мүдделерін қорғауды ескере отырып, Қазақстан аумағында қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін шетелдік компанияларға қатысты реттеу шаралары шұғыл түрде әзірленсін деген ұсынысымызға министрліктің жауабында тиісті шаралар қолданамыз деген уәде беріп, Қазақстанда тіркелген шетелдік тасымалдаушы кәсіпорындардың өкілдерімен кездесу жүргізілді делінген. Тек жылдың соңында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің номер 715 бұйрығымен тасымалдаушыларға халықаралық жүк тасымалымен іске асыруға рұқсат беретін ережелер мен Қазақстан Республикасында автомобильмен тасымалдаудың рұқсат беру жүйесінің халықаралық бағыттағы қолдану ережелеріне өзгерістер енгізілді. Енгізілген өзгерістер халықаралық жүк тасымалы мен өзге де рәсімдерді жүзеге асыруға рұқсат беретін талаптарды күшейтуге көзделіп, халықаралық жүк автотасымалының еліміздегі нарығын дамытуға, сондай-ақ ішкі нарық пен отандық тасымалдаушылардың мүдделерін қорғауға бағытталған болатын. Алайда отандық тасымалдаушылардан түсіп жатқан наразылығын ескере келе, жоғарыда аталған бұйрық қабылданғанмен жағдай өзгере қойған жоқ. Бүкіл 2022 жыл бойы қазақстандық тасымалдаушылар шетелдік рұқсат бланкілері негізінен бізге көшіп келген ресейлік және белорусиялық тасымалдаушыларынан беріліп жатқандығына зардап шегіп келеді. Ал осы жылдың басынан бастап берілген шетелдік рұқсат бланкілері жөнінде тізімге көңіл аударатын болсақ, үлкен айырмашылықпен Интеравтотранс, Технобил, Интертрансавто Қостанай жауапкершілік шектеулі серіктестігі алда тұр. Бұлар бұрынғы белорусиялық Дженту премиум компаниялар. Қазіргі таңда Беларусь тасымалдаушыларының құқықтары біздің кәсіпкерлермен тең тұр. Ал бұл біздің тасымалдаушыларымыздың тасымалдайтын тауарлардың көлеміне қатты әсер етеді. Олар біздің тасымалдаушыларға бәсекелестік туғыза отырып, қазақстандық кәсіпорындарды жүк тасымалдау нарығынан итеріп шығарып отыр. Сонымен қатар Еуропа елдерде жоғарыда аталған Беларусь компаниялары шын мәнде қазақстандық емес екенін біледі. Осының салдарынан өткен жылы Еуропа елдері, атап айтқанда Польша мен Литва, Қазақстанға рұқсат бланкілерін бермеген. Әрине, біз Беларусия мен Ресейге еш шара қолдана алмаймыз. Олар ірі компаниялар болып жұмыс жасайды, ал бізде шағын және орта компаниялар. Жоғарыда баяндалғанды түйіндей келе, Ақжол фракциясы ішкі нарық пен отандық тасымалдаушылардың мүдделерін қорғау мақсатында шағын және орта бизнеске рұқсат бланкілері жағынан артықшылық беруіміз керек деп санайды. Бұл халықаралық тәжірибеге сай және Еуразиялық экономика одақтың тәртібін бұзбайды. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.